Сәлеметсіздер, қайсыздар? Сіздермен бірге мен Эмма Тока. Бүгін менде қорқынышты үйдің екінші сериясы. Достар, насатырға байып басып кеттіңіздер. Ал мен киномды бастайын. Мамалар қайда кеткен? Супер. Жұмысқа кеткен шығар, жарайды. Қача. Ой, оқыс қайда кеткен. Сіздер мына жақта екенсіңдер ғой. Не болды? Таппай қалдың ба? Ой, не бәртан ерте тұрып алғансыңдар? Иә. Ой, отыр кел. Иә. Тағы бұны үйде жалғыз боламыз ба? Иә, жалғыз боламыз ғой. Ой, сәлем. Атың кім? Ой, Айнұр менің есімім. Сенің? Айнел. Жақсы. Сендер мына үйде тұрып жатсыңдар ма? Иә, неге? Ой, бұл қорқынышты. Қойшы. Негізінде сенуге болады, себебі мен кеше отыз жуып отқанда бір достар шықты, екеуміз естідік қой, есіңде ме? Иә, бірақ есінде бұлайша бұрын бір ата мен әже тұрғанда, потом ата мен әже екеуі бірде ауырып қайтыс болып кеткен да, солардың рухы осы үйде қалып кеткен. Өмірі сондай дауыстар шығып тұрады, андай бір қарғаның қақ деген олардың бұрындар қарғасы болған. Есінде шынымен айтайын, бағана мен осында тұрғанда менің қасымда бір гүл тұратын да, сол енді жоқ болып кетті. Бұл үйден қысқасы кетіңдер, әйтпесе бұның бәрі жақсылыққа бармайды. Жарайды, келгіз, ата-анама айтып көремін. Иә. Ана қыздың айтқанын рас деп ойлайсың ба? Иә, рас деп ойлаймын, себебі дауыстар шығып жатыр ғой, еще күлді жауып кетті. Жарайды, жүр. Үйге барайық. Менің очкиім қайда? Кім алды? Қумашы. Мен алған жоқпын. Тағы жауап кете береді ол. Неге алға береді? Қайда кетті ол? Бұл жақта жоқ. Жоқ, бұды да. Тез кету керек, мамама, тез айтайыншы. Жұмыстан келсін де. Жарайды, енді соны күшке дейін күте отырайық. Кешегі дауыс өзіміз беді. Точно, сол дауыс қой. Иә. Жүрді қылайықшы, жүр. Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба, не болды? Иә, саламатсыз ба? Сіздер ек қызметтанасыз ба? Иә, не болды? Иә, аманшылық па, не болды? Найда, срочно кетіңіздер, арты жақсылыққа бармайды. Неге? Қыздарыңыз қорқып отыр. Сіз оны қайдан білесіз? Білемін, мен Найде көп жыл бойы тұрғанмын. Осыдан 10 жыл бұрын Найде атамен әже тұрған. Солар екеуі қатты ауырып, осының рухы үйде қалып кеткен. Ой, қайдағы сандырақ шығар. Жоқ деймін, шын айтам. Бағана қыздарыңызды есеріп кеткен болатын. Қыздарыңыз бірақ түрі қатты бозарып кетті. Бірақ қыздарымыз қайда екен, жүр онда барақ. Не болды, жыламатсыңдар? Мама жаңа дауыстар шықты, қорқып кеттік. Қалай сонда? Солай, шын айтамын, көшейік шын айтайын. Жаңада бір Айнұр деген кісі айтып кетті шынымен де. Иә, сол апай бізге де айтты, өтінем көшейікші. Жарайды. Міне, жағдай осылай болып тұр. Міне, қараңыздар, қыздарымыздың қобалдарымыз беді жылап басып кетті. Несіне шынымен де 10 жыл бұрын осы үйде, барлық бір 10 жыл бұрын осы ата мен әже тұрған. Иә, білеміз оны. Сондықтан осы керек болмағасын, ақшалай мен де ақшадан қысылып сатқан едім. Мама, тез кетейікші. Жарайды, сау болыңыздар. Тез кетейікші, басқа үйде барайықшы.